Әлдеңнің сүйіскің кеп тұр ма? Бірақтанлар сыдамайсың ба не? Анау екеуі қызықтырмайды ол екен. Братан, сама уақыт берші. Айпа, қойсай болып мұндай шүгілдір жазып жібереді ғой. Брат, қойшы. Ұнамайма қасына жүрме түсінің ба? Өзің көресің енді. Кетші. Кешке не істейсің? Қолың бос па? Бір жерге барып билеп қайтпадық па? Сен мен ойыншы көріп тұрсың ба? Түсінбедім. Айгерім қасыңа алғамайсың ба? Әлде ол сенің жанында жүрге лайық емес па? Не қыласың оны? Маған сен керексің ғой. Қысшы. Көреміз әлі. Қосың ба? Қысың ба? Сен тоқташы. Салам жолдар. Балалар бүгін мектепке жаңадан оқушы келді. Есімі Алия болады. Алия дейді. Алия емес, Алир. Салам жолдар. Болды. Алия, бар босанма жайғас. Оны жөді жақпай жатыр ғой. Olmaz. Алия. Қай қаладан келгенсің? Осы жақтықпын. Просто мектеп болсын. Қай мектептен? Ол жағы маңызды емес. Бұл сұрақ қайта қайталанбайды деген ойдам. you baby. Осының қастайын туалетке келіп өлең айтатын адамды, Оны қоя берші. Арман ақшасын естейміз. Бүгін соңғы күн екен, білесіңдер. Просто біреулердің кесірінен суып кетуге ешқандай жоқ. Просто. Бірақ шкерге адам қысап айтқан еді ғой, бүгін ақша қойып беріңдер деді. Или олар сөз қыстырмай ма не? Осы уақыттан кейін сөйлесіп берейікші. Сөйлесудің қажеті жоқ. Ақшамен де ақшаны Арманға алып берсек болды. Ол жағын баяндамасаңдаршы. Сосын мағжан, мен тұрғанда ештеңе сынбайсың. Енді олай айтушы олма. Просто естіген адамнан еді. Әзір ғой, білем ғой бізді ешкім оңайлықпен сындырамайды. Жүріңдер болды. Уақыт болып қалды. Арманға бару керек. Тұрайық. Сен отыра көрші. Жүрші кет. Айгерім, жаңадан келген балалар ғой. Иә. Алия, есімі күшті, иә? Сирек кездесе бермейтінесің. Оның саған қалай қараған байқадың ба? Жоқ, байқаған жоқпын. Жаңа біз коридорда кездесіп қалғанбыз. Содан түрі таныс деп байқаған шығар. Неге мен әркіммен бір қоса бересің? Енді оған неге ашуланасың? Просто ана Димашқа қарағанда әлдеқайда жақсы көрінеді. Не қыласың оны? Жүріп кеткісің баққа. Өзің бара бер. Ренжіп қалдың ба? Жоқ, бара бер. Жарайды, өзің бер. Осы қалыптарынан таймаңдар. Мен сендер райондағы братандарға айт, жаймен тірлікке араластыратын боламын. Кезінде бізде тірлікті сендер секілді бастағанбыз. Айтпа. Кезінде суға баратындар бізді қандай қылатын еді? Қазір солармен брат болып араласамыз. 90-дағы шалдың әңгімесін айттың ғой бауырым. Одан да біз мына балаларды жіберейік, уақыттарын ұстамайық. Автобустан қалсаңдар да уақыттан қалмаңдар. Брат, базар жоқ, әзілге той бапсың. Бірақ 5 минут тыныштыра тұрсаң, әлем гүлістан болар еді. Айтпа, нем әзіл дей береді, бір-екеу бір... Братандармен әзілдейтін боласың ба не, мал? Жоқ, братан. Әкел ана саған. Братан бол. Көп созба сөзді, әкел. Туған күніне беп тағи. Жүккен қойсыңдар сен. Болды, братан, айыпқа берма. Кетті кет. Не братишкалардың көзінше позор жеп тұрсын адам. Қойшы бол. Одан да не істейміз бүгін? Қалай бүгін мектептегі бірінші күнім жақсы өтті ма? Әзірге болады. Бірақ оны қойғыршы. Алдыңғы партада отырған қыз бар ғой. Соның есімі кім еді? Айгерім ба? Оған көзін шалып жүр ау деймін де сен. Жалпы қалай қыз? Жалпы қандай қыз дегенде жақсы қыз, бірақ сен оған жылама қойған жақсы. Жай ма? Жай дегенде оны Димаш жақсы көреді. Димаш сен кім тақ? Кейін өзің тани бересің. Біздің мектеппен араласқан соң. Одан кейін ана артқы партада отырған бір бала бар. Бұйра шаш. Соның аты кім?
ешкіммен жұмыс жоқ, әйтеуір. Дұрма. Ол біздің мектептің баяғыда Арыстаны болған. Қазір оның қасындағы досы жоқ болған соң мектепте орналасқан бізде мамам жоқ. Димаш соның баяғыда шабарманы болған. Қазір Димаш оған ісінеді. Тағдырымыз бірдей екен ғой. Түсінбедім. Балалар дәптер ручкаларымызды алып орнымызға отырамыз. Біз сода тұрып бане апай. Сен аузыңды жапшы. Әйгерім кітапханадан барып кітап алып келші, мен кітапханашыға айтып қойғам. Жарайды. Апай, кіруге оламын. Кіріңдер. Не істемішсіңдер кешігіп? Әйгерім мен барып біреуін кітапханадан кітап алып келіңдерші. Апай, мен барсам бола ма? Бар. Рахмет, апай. Оның сондай мінезі бар. Ештеңе етпейді. Ренжитін қыз емеспін ғой. Бірақ сонда да сізге бір түрде болайын. Иә. Айтпашы, алдында шалғанма ренжімеші. Ештеңе кетпейді. Кешірім сұрайын деп едім, өзің тоқтамай едің. Мен ол кезде ас істедім ғой. Сен өз кітап оқисың ба? Негізі жоқ, бірақ оқуға болады. Онда кеттік, кітапханаға барып кітаптар алайық. Жарайды, кеттік. Сен мұнда не істеп отырсың? Жай, мен осы жерде отқанда апайға айтып қоймам. Қарап жүр, боп давай деп. Жарайды. Бұл аржа маған қалдырыңдар. Давайте, хабардамыз. Не болып болған, тыныштық па? Ана районда братишкан телефон ұшып кетті. Барып қайтарып алу керек. Оларды абырой түсіріп ше. Қай жылғылар өз? Кімдер апты? Білмеймін. Балдар іздестіріп отыр ғой әйтеуір. Ешкімге связға шығудың қажет жоқ. Мен өзім оларды іздестіріп табатын болам. И сосын біздің братишкаларға тиіскен не болатынын көрсетем. Сен просто қасымда тамашалап тұрсаң болды. Көреміз оны. Маған сенсей. Уақытында көреміз. Қымбай, алдында айтқандай расында да әлері қарапайым әрі сымбатты жігіт екен. Ұнатып қалдым да ешкәне. Оның үстіне ол да сен ұнататын сияқты. Қайдағыны айтпашы, мен ешкімді ұнатпаймын. Саған қанша айтам? Ол біздің балдардан қарағанда жақсырақ қой. Кім ол? Қандай жігіт? Маған да айтыңдаршы. Қандай жігіт? Біз футболка жайлы айтып жатырмыз. Ой, алдымандашы, мен бәрін біліп тұрмын ғой. Ой, кетші бір. Бәрі біле алдым. Есімің кім? Не қылмақшысың? Просто бір сыныпта оқығаннан кейін таныс жүрек дегенім. Аня, Алерде ана жерде Санямен бірге тұр. Ол да Димаш секілді. Енді мені онымен қоспашы. Жарайды, енді айтпаймын. Оны өзің ғой, сымбатты екен деген. Ой, кетші мазамнан. Таныспайсың ба не? Танысам. Алер болады. Жоғалыш кетті мен. Ерме артынан. Неден осал? Не қыласың? Оташ кәсін. Телефон сындырмай жатып ойланбадыңдар ма не сендер? Или мені елемейтін болғансыңдар ма? В общем, сендерге 2 күн уақыт телефон қоясыңдар, и қасына 30 теңге қоятын болыңдар. Сөзді қысқарт болып, жолғамыз. Айттым ғой бауырым саған, телефон қайтады деп. Амандасу жоқ па не? Қай сыныпта оқисың сен? Түрің бөтен ғой. Кетші. Елемейтін біреу секілді. Димашқа айт, тапсын. Жаңа кім болды екен сонымен? Таппай жатыр ғой балдар. Қайтып табады? Сен оның есімде сұраған жоқсың ғой? Соны ұстаған күні, брат, басынан секірем. Келе жатыр аналар. Мектепте бітік біреу пайда болыпты жігіттер. Жаңа бізбен амандаспай кетті. Әлде сендерге ескерту жасау керек па? Болды, братан. Мектепке кім кіреді, кім шығады? Оның бәрі біздің қолымызда ғой. Байымдамасай, братан, бәрін өзіміз топ береміз ғой. Болды, жоғалыңдар. Іздеңдер дейсің. Димаш! Ау! Теңгені тез жеткізіп тұрсаңдар. Болды, братан, уайымдамасаң, чики-чики қыламыз ғой. Үйге берілген тапсырма көркем әдебиет. Әрқайсымыз бір ақынның поэзиясын оқу болатын. Кәне сабақ кім айтады? Кешін зағай кіруге ола ма? Ол кіріңдер сіз қайда жүрсіңдер? Просто мағжан көлікте. Жолда кел атырға. Кәне отырыңдар тез. Ошы. Олай болса үй тапсырмасын қайсымыз айтамыз? Алай менесің бола ма? Кел Алер. Ой, мұна оқығыстан қалдық қой. Отыршы. Ағай, мен поэзияны өз үйімде жазып едім. Ақындық қабілетің бар ма? Шамал. Кәне оқи қойсын. Кәне басқаларымыз дайындаламыз балалар. Мен ұнатқан бір ару бар осында. Тек өзіммен қияр едім қосуға. Оны көрген әрбір сағат, секунд бұл өмірдің сыйы мәнді тосынды. Тек өзіммен қияр едім қосуға. Мен ұнатқан бір ару бар осында. Алер, жақсы. Бар орныңа отырға. Алер дейм. Алер. Ағай, кешіңіз.
Әңгіменің ашығы. Мен саған ескертіп қойайын. Әйгерімге жоламақ түгілі, үстінде де көруші болма. Байқап жүрмін, сен оның қасынан шықпай жүрсің. Ескертіп еді деме. Ұқтың ба? Ал ұқпадым делік. Не істей аласыңдар? Ұқпасаң ұқтырамыз. Сен нормальный балама десем, сөз сенбейді екенсің ғой? Кім осы мектепті нормальный адам болып бітірген келсе, тыныш жүрген дұрыс, түсін ба? Мен саған ескерттім. Әйгерімге тағы да бір қарағанын көрсем, аямаймын. Досым, егін о? Жай маңызды емес. Айттым саған, Әйгерім келсін ма тағы? Қамайден арқаланды анау. Ой, не істей алады дейсің олар? Уайымдамаш. Жүрші одан тамақ қарып қойтек, ананың сенің қарным ашып кетті. Ертең сабақта жүріп кітапхана барып қатысып қала бересің. Қойшы оны. Жүр одан да қала аралап, Арбатқа барып кетіп жатыр ба? Ой, Арбаттың не қызығы? Көре-көре шаршап кетті қой. Ой, сен же. Қалайсың? Жақсысың? Қайда жүрсің? Мектепте көрінбейсің ғой. Жүрмін ғой. Кешке қолың бос па? Білмеймін. Киноға барып қайтамыз. Қымбат, бол дейсің. Жарайды, кешке хабарласамыз. Чо там жігіттер, естейміз? Соңғы кездері өмір бір қалыпты болып кетті ғой. Арман братан сұрап жатыр деп, балдардан тиын шығарып аламыз ба? Қомағалы біраз болды дейсің ғой. Бірақ Арманның атынан сөйлеп отқанымызды біліп қойсашы. Білесің, Арманның құлағы ұзын. Біліп қойса айырады. Ол қызға емес мен үшін. Ақша бар менде. Сен ол балдардың ақшасына мұқтаж емессің ғой? Өзінде де бар ғой ақша. Не өзің қайыр сезініп тұрсың? Несің, не жұмысың бар? Жай әшін айтқаның не olsunшы? Қалай не болды? Қойыңдаршы жігіттер, болмайтын нәрсеге ұрыс шығарып. Молдая өзің қайыр сезініп тұрған. Қоя берші оны. Сен қашан Әйгерімді свидание шақырасың, Жайшауын қозған. Бір сәт түссін, көре жатамыз. Бірінші Санияны сындырып алайын да. Неге сұрадың? Ол что-то өзгеріп жүрген секілді. Или оны біреу өзгертіп жүр. Сен ыңғайлы уақытын күтіп жүргенде анау Алияр қақып кетпесін оны? Қайда Алияр? Сен оны көрмедің ба не? Әйгерімге қалай қарап жүргенін? Мен де соны айтқым келді да. Олар бір-бірін сырттай ұнататын сияқты. Ол оған жақындаса, менен жақсылық күтпесін. Әйгерімде. Братан, сен онда күтуге болады. Тоқтай тұрыңдаршы. Қазір қоңырау ұрады, тез барып отырайық сабаққа. Жүрмін. Шаш, досым. Қалайсың? Нормально, просто көңіл-күйге сабақ кетер көп тұрды. Жайша ма? Жайша дегенде алгебраны оқыған бедім. Иә. Қойшы, шын ба? Иә. Берді, шында мен жаза алайыншы, әппесе бүгін апай жаман. Жайық қазір сыныпқа барған кейін көшіріп ал. Сосынша, сен неге мектеп формасын кимейсің? Өмірдегі жетістіктер мектептегі бағаларға қарамайды деген білесің ба? Базар жоқ. Сәлем жігіттер. Сәлем. Бүгін ерекше құл болып тұрсың ғой? Тек бүгін бе? Жоқ, негізі күнде әдемісің ғой. Просто бүгін ерекше құл болып тұрсың ғой. Рахмет. Жүріңдер сабаққа кірейік. Оппо! Бала ескертуді қабыл алмапты ғой, а? Чо там, сындырамыз да? Өзінен көрсін. Әйгерім, тұрдаш. Иә? Сен үйге қайтып баратсың ба? Иә, үйге қайтып баратырмын. Шарпысың қалай қайсың? Шығарып салғанда мен сыныппен қайтам. Солай ғой, иә? Ой, Әйгерім есімнен шығып кетті, кітап алуым керек еді. Манағы, сен кітап аламын дейсің ба? Иә, тезірек баруым керек еді. Онда мен сен осында күтем барып кетем. Жоқ, сен қайта бер, мен ұзағырақ боламын. Сау, пока. Ей, жаңа ғана алмайын деп жатыр едің ғой. Жүрсек, шарпысың. Келші шөкем. Жарайды, жүр. Не oldu? Міне, братан, бүгін түкке екі телефон ұшты. Базар жоқ. Жігіттер, бүгіндікке тірліктерің бітсін. Бір жерге отырмадық па? Братан, баратын едік. Балдардың бүгін бір-екі пландары бар. Айрыққа бұйырмасаңдар барамаймыз. Хорошо, қинау жоғынан өздерің білесіңдер, біз кеттік. Ол братан, жолғамыз. Жақсы, братан. Осындай. Көрпасын істейді ма? Олардың артында көз бар деп ойламаймын мен. Чота бүгін кешке не істейміз? Жол, пысқа желание бар ма? Екеуіңді ашық қарынға шашқым деп тұр. О, сен ба? Иә? Бүгін мен жеңем, мұрадны. Давай спортласамыз. Ұтылған адам пакетті көтереді. Вот идея. Чо там желание бар ма? Бар, ғой, родной. Егер мен ұтсам, сендер көтересіңдер. Без проблем, кеттік. Тоқташ. Ана Әйгерім емес па?
Дәл өзі ғой. Ол сөзсіз сенбейді екен. Кеттік. Айтқандай сен поэзия оқи алмаймын деп керемет оқыдың ғой, мен саған риза болдым. Неге? Өйткені сен Әли! Мен саған ескерттім ғой. Әлі түсіндіре алмадың ба? Бұл туралы кейінірек сөйлесейік. Димаш, сенің әйел денең бар. Сен сөйлемейтін үстір. Не істей аласың? Ұра аласың ба? Қолынан келе ма? Сөйлесіңдерші намен. Жібер қолыңды. Жүр деймін саған. Барлығы жақсы болып кетеді. Мен саған соңғы рет ескертем. Егер де ана жексұрында барлығы жақсы болғанын қаласаң, енді оған жоламайсың. Түсіндің ба? Жақсылап ойлан. Брат, әйгерім қайда екен білесің ба? Жоқ. Не болып еді? Кіммен төбелессің? Ой, ешкіммен. Димашпен демеш. Айттым мен саған баяғыда соны араны үшші деп. Әйгерім, тоқташы. Не? Егер жазғандарыма жауап бермейсің, Енді маған жазушы да, жолаушы да болма. мен саған не керек болмай қалдым ба не? Маған сен сияқты өз-өзін қорғай алмайтын, тек өлең оқитын жігіттер керек емес. Түсіндің ба? Не болды? Қарамай қойды ма? Обидно, я? Жоғалшы! Не болды саған? Ақыры өзің екен ренжіткен, несіне өкініп отырсың? Өзім де білмеймін. Уже 3 сағат болды ғой, бүгін жата анау. Әлия келе ма, келмей ма? Келмесе де таңғалмаймын мен бүгін. Қай бетімен келеді? Біздің сынған аздай. Әйгерім тоже беті қайтарып тастады. Айтпақшы, ол да бар, Жүріңдер одан арманмен жолықпайтайық. Не істейміз оны барғанда? Bir нәрсе айта ма, или Айшен қасында отырамыз ба? Мазаны алды ғой да постоянно шақыр. Саған осы тіл керек емес ау деймін, ә? Жарайшы, Абайлап сөйлесейші. Бұның бәрі кетті. Шындай, Ол точно біздің мектепте оқиды ма? Сенімдісің ба? Білмеймін, балдар солай айтып жатыр. Қазір Димаш келсін, сосын білеміз ар жағын. Ол біздің мектепте оқыса, оған өте аянышты. Тіпті оған қазір жаным ашып тұр. Бүгін мектепте біраз төңкеріліс болайын деп тұр. Саған рұқсат бүгін. Сен әлі Алиерді ойлап отырсың ба? Жоқ, қайдағыны айтпашы, ешкімді ойлап отырған жоқпын. Неге өзіңді қинап Алиерге ауыр сөздер айттың? Ақыры ол алаңдайды екенсің. Кім алаңдап отыр? Мен бәрін білем, көздерің айтып тұр. Қымбат бас қайтарың жоқ болса, мен шашатпашы. Мен осыда сабақ оқуым керек. балалар барлығымыз дәптерімізді алып болсақ, олай болса бүгін сабағымыз бастайық. Ағай, кірсем бола ма? Алиер келіп отыр. Балалар өткен жолы Алиердің поэзия оқымаған өте қатты ұнаған болатын. Қайтадан дауысын тыңдап көруге қалай қарайсыңдар? Қане Алиер, орта ашып бір поэзия оқып жүрсің. Сабаққа дайын емессің? Қалай дайын емессің? Ендеше өткен жол поэзияңды оқы. Оқымаймын. Қалай оқымайсың? Түсінбедім, сен шық тақтаған. Басында ауыртпаңшы. Сен Сен қалай сөйлесің е? түсінбедім мен. Мына құтырай деген ғой, Иванна жүрді. Жоғал арай. Тұрыңдар. Шыға барсың таны. Керек етсеңден соғылсаң артынан шаға түсінің ба? Ендеріңіз. Жоғал ай шыға. Отыра орындарын қайып. Яғай. Тесіз орындарын отырай. Бұлай отырай. Әйгерім бар кітаптарды алып кеш кезде. Ағай, әйгеріме бақ десем болады? Тез бақ кел. Сыртақ тұрыш жүр сосын. Жарайды. Әйгерім тоқташы. Тоқташы дедім мен саған. Жібер қолыңды ауырттың. Оны істесең қатты өзгеріп кеттің. Саған өлең оқитын әлсіз балдар ұнамайтын еді ғой. Енді мен саған ұнайын ба жоқ әлде сен мені пайдаланып жүрсің ба? Егер мен саған жақындасам дей ма? Есіңе түсің ба? Жібер ғой. Жібер ғой. Саған осындай балдар ұнайтын еді ғой. Енді шынымды айт, мен саған ұнайын ба? Ендігісін сенмен болсын. Әйгерім тоқташы. Әйгерім. Тоқташы дедім мен саған. Кетші бар. Сен маған алдында Димаш туралы бір нәрсе айтқың келген. Саған сол ұнайды ғой, Мен ол жай сөйлескім келмейді. Демек солай. Неге оны қинай бересің? Ол Димаш емес, сені ұнатады. Жоқ, мен өзіне етсем. Ол сен үшін сенен қасып жүр. Әйгерім, не деймін мен саған? Не деймін? Сен араласпайтын үстіре. Жігіттер, не отыр? Қыздар кетіңдер. Мына не от? Альба! Дейсің ба? Кешегі ана кім Алиер ма? Қашан келеді ол? Қазір Димап келіп, қолын қышып атса, соны саған берді. Ендігі кезігін
артқа. Жігіттер, апайлар келеді. Қорқақтар алаңда жоғалғанбыз. Келеміз. Балдар, жинаңдар барлық. Не боласыздар, тоқ! Жүгір. Сен мұнда не істеп жүрсің? Не болып айтып қасындағылар кім? Қалай? Мен шынайы бейнем осындай. Ризасың ба енді? Ұнады ма енді саған? Менің басқалы сияқты әкем де жоқ. Жалғыз анамның көңілі деп өзгергім келеді. Сен және басқалар мені қайта баяғы қалпыма келтірдіңдер. Енді ризасың ба? Алияр, сен еш нәрсе білмейсің. Не? Димаш Әйгерім саған жақындамасын деп қорқытқан. Сен не деп тұрсың? Солай. Мен саған барлығын айтқым келген. Нені айтқың келді? Мен Димашты емес, сені... Немен? Айтқанлар келсін бақа! Ұнатамын. Эй, ишек! Сонша жыл бізбен бірге оқып, сонда иттік жасап тұрсың ба сен? Осы күнге дейін таяқ жеп келгенім жетеді. Көреміз ғой бүгін. Ё-майё! Майда әңгімелерін жинастым да. Қай жақтан келгенсің? Мен осы жақтықпын. Братандарың кім сенің? Братансақ, біздің баланың авторитеті қалады. Әшейін жетеді. Қандай абыр айтып тұрсың? Мынаныңды өз қолымен көзім көріткем. Не абыройды айтып тұрсың сен, а? Ақыры тірлікте жүр екесіңдер. Альба деген танисыңдар ма? Танимын, бірақ ол Альбаның бұл жерге не қатысы бар? Міне, сол Альба алдарында тұр. Түкіргенім бар кім екеніне? Сенікі жай ма? Расынан, Араларында главный кім? Мен, көрмей тұрсың ба не? Онда паразым. Давай көрейік. Братан қой өзім. Ойындар жігіттер, араласпаңдар. Жас баланың шамасын көрейік.